Сәлем баршаңызға, сіздермен Сандыгүл. Бүгін сіздерге үй жағдайында қатпарлы, үгітілмелі ұйғыр самсасын рецептімен бөлісетін боламын. Және де бұл самсаны сіздер сатылымға шығарсаңыздар да болады. Бұл самсаның өзінің құпиясымен сіздерге толыққанды барлығын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін толық көріңіздер. Ең алдымен осы ұнымызды алып, үстіне сары майымызды осылай қолымызбен кружка жасайтын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, осы кружка жасағаннан кейін бізге осылай атсымызға 3 жұмыртқамыз жарамыз, және де 50 мл суымызды құйып, және де бір шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап араласып болғаннан кейін қамырымыздың үстіне барлығын жайлап біртіндеп құйып, қамырымызды илейтін боламыз. Осы ұнымызға, 500 грамм ұнымызға бізге осы масса, осы сұйықтық бізге жетеді. Жаймен де араластырсаңыздар, өзі әдемі бірігетін болады. Міне көріп тұрғандарыңыздар, осындай жұмсақ массада пайда болады. Осыны селопанға салып, кішкене демалтып қоятын боламыз. Енді кезекте сіздерге мен құпиясын айтайын. Бізде қамырдың ортасына осылай малдың шек майын, майымен және де сары майдың 50 грамм сары майды қосып, үйген бірге араластырып езіп аласыздар. Осы майды ортасына жақсаңыздар, қамырларыңыз кәдімгідей күтіліп, жұмсақ болып, ерекше дәмі болып шығатын болады. Қорықпаңыздар, ешқандай малдың майын дәмі шықпайды. Енді кезекте қамырымызды осылай 2 бөлікке бөліп, қамырымызды жайып алатын боламыз. Қамырымызды біреуін жайып болғаннан кейін үстіне мана сары майымыздың жартысын құйып, барлығын толыққанда жағып шығатын боламыз. Келесі қамырымызды тоже үстіне жайып, одан кейін қалған манағы сары майымызды үстіне жағатын боламыз. Барлығын жағып болғаннан кейін, дәл осы видеодадай шетінен бастап, кішкентайдан бастап, ауа өтпейтіндей қылып, жақсылап орайтын боласыздар. Ауа өтіп кетсе, бізде қамырымыздың арасы ашылып, сондай болып кетеді. Сондықтан барынша ауа өткізбеуге тырысып, тығыздап, осылай орағандарыңыз жөн. Одан кейін осылай орап, үстіне осылай нығыздап басып жібересіздер де, одан кейін осылай орағаннан кейін холодильникке қойып қоятын боласыздар. 3-4 сағатқа холодильникке қойып қойыңыздар. Немесе морозильникке салып тастауға да болады. 1 сағаттың көлеміне. Одан кейін біз начинкасын алдына дайындап алдым. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша сала берсеңіздер болады. Мен үй жағдайында фаршқа және де ішіне жуа қосып, кішкене марқап қосып, араластырып дайындап алдым. Енді кезекте міне сіздерге қамырын көрсетейін. Міне осындай қамыры осындай күшті болып шығады. Прям осы жегенде өздеріңіз білесіздер, кәдімгідей күтірлеп, жұмсақ, үгітіліп, күшті болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, міндетті түрде сіздерге ұнайды. Міне осылай жайып алып, ары қарай самсамызды түйетін боламыз. Самса түйу әдісі міне көріп тұрғандарыңызда дәл осы видеода да түйсеңіздер болады. Міне осылай барлығын түйіп алдым. Артынша осылай үстіне жұмыртқаның сары уызын жағып, үстіне күнжетімді сеуіп, 180 градус температурада пісіріп аласыздар. 30-35 минутқа пісіріп аласыздар. Міне достар, самсам дайын болды. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, міндетті түрде отбасыларыңызға ұнайтын болады. Және де нағыз осы ұйғырский самсаның құпиясы осыда. Міне достар, сіздерге тегін нағыз мастер-классты сіздерге айтып отыр. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де комментарияға бөлсіңіздер, және де достар осы видеоның тарауына атсалысып, жан-жаққа таратсаңыздар. Және де достар, осы каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша контентті бәріміз бірге қолдайық. Рахмет, сау болыңыздар.